дұғаның қабыл болмауының бірде-бір себебі, құрметті бауырлар, біздер көбі дұға қыламыз, қабыл болмай жатыр, сұрап жатырмын дейміз. Бірақ шарты деген, дұға қылмастан бұрын шарты деген болады. Мысалы, намаздың шарты ол не? Дәрет. Сіз қанша намаз оқысаңыз да, шарты болмаса, дәрет болмаса, намазыңыз қабыл болмайды. Солай ма? Сол сияқты сіз қанша дұға қылсаңыз да, шартын орындамасаңыз, дұғаңыз да қабыл болмайды. Оның шарты не? Бірінші халал ризық. Ризығыңыз халалдан болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саад бин Аби Ваққас деген сахабасының айтқан хадисі бар, иштанибил харам дейді, харамнан сақтан дейді. Күллу батнин дахала фи жауфихи мин харамин ла юстажабу лаху. Кез келген қарынның ішіне харам нәрсе барса дейді, лұқма дейді, бір кішкене мынандай кішкентай нәрсе болса да дейді, оның дұғасы қабыл болмайды дейді. 40 яуман, 40 күн бойы қабыл болмайды дейді.